Армысыздар, құрметті YouTube көрермендері. Назарларыңызға футболдан Қазақстан чемпионатының 16-шы тур ойындары бойынша шолуымызды ұсынамыз. Чемпионатта ең соңғы орында келе жатқан Павлодарлық Ақсу командасы Талдықорғанда жергілікті Жетісу командасымен кездесіп, 1-1 есебімен тең ойнады. Қонақтар ойынның 3-ші минутында ақ есеп ашқан болатын. Гол авторы Гвинея-Бисау легионері Сильва. Бірақ алаң иелері есепті тез теңестіре білді. Серб Анес Рушевич көзге түседі. 1-1 есебі ойынның соңына дейін сақталды. Чемпиондар лигасының екінші раундына шыққан Астана өз алаңында Атырауды қабылдаған болатын. Матчта есеп ашылмай тең аяқталды. Әрине бұл елордалық команданың чемпиондық таластағы позициясын әлсіретті. Еурокубок ойындарына байланысты құрамында аздаған өзгерістер болса да Астана жақсы ойнады. Дегенмен нәтижелі шабуыл жасай алмады. Қорғаныстан ойнаған Атырау осы маусымдағы Астанамен болған екінші ойында да 0-0 есебімен тең түсіп отыр. Ақтөбе өз алаңында Қызылордалық Қайсар командасын қабылдады. Фаворит команда, яғни алаң иелері жеңіске жетті. Бірақ бұл жеңіс оңай болған жоқ сияқты. 1-0 минималды есебі тіркелді. Ойындағы жалғыз голды бірінші таймға қосылған қосымша уақытта француз Видемон салды. Мүмкін Ақтөбе алда болатын Еурокубок ойынына байланысты қатты күш жұмсамаған болар. Дегенмен олар 3 ұпайларын алды да 3-ші орынға жақсылап жайғасты. Ал көшбасшы команда Шымкенттік Ордабасы шамалыға берілмейтін Петропавлды Қызылжарды қабылдаған болатын. Солтүстік қазақстандықтар ойынның 24-ші минутында есеп ашты. Гол авторы ресейлік шабуылшы Чиканчи. Осыдан кейін алаң иелері күшейе түсті. Екінші таймда дәлірек айтсақ 59-ші минутта Бауыржан Исламханнан пас алған Асқат Тағыберген 30 метрдей жерден қақпаға дәл теуіп есепті теңестіреді. Ойын шиеленісе түсіп 84-ші минутта Қызылжардың жартылай қорғаушысы украиналық Юрий Бушман қызыл қағаз алып алаңнан қуылады. Осыдан кейін ойынның негізгі уақытына қосылған қосымша уақытта Асқат Тағыбергеннен пас алған Еркебұлан Тұңғышбаев командасын алға шығарады. Ойын 2-1 есебімен аяқталып, Ордабасы чемпионатта жеке дара көш бастады. Қарағандылық Шахтер турнирлік кестенің соңғы жағында келе жатқан Ақтаулық Каспийді қабылдады. Осы турдың алдында Каспийдің бас бапкері қызметінен кеткенін айта кетейік. Ойынның 4-ші минутында пенальтиден гол соққан Айдос Тәттібаев Шахтерді алға шығарады. 37-ші минутта қонақтар сапында Реджепов Тимур алаңнан қуылды. Ал 1-0 есебі матч аяқталғанға дейін өзгермеді. Алматылық Қайрат өз алаңында Мақтааралмен болған кездесуде жанкүйерлерін қуанта алмады. Бірақ олар ойында фаворит болып, есепті де өздері ашқан болатын. 13-ші минутта Еркебұлан Сейдахмет көзге түсті. Ал 37-ші минутта қонақтар сапындағы Тоқтар Жаңғылышбай есепті теңестіреді. 41-ші минутта чемпионаттың үздік сұрмергені Жоа Пауло Қайратты қайтадан алға шығарады. Дегенмен бірінші таймның ең соңында Рамазан Каримов есепте 2-2 қылып кетеді. Үзілістен кейін Мақтаарал қорғанысын күшейтеді, ал Қайрат нәтижелі шабуыл ұйымдастыра алмайды. 2-2 есебі ақтық ысқырыққа дейін сақталды. Турдың соңғы ойынында Қостанайлық Тобыл Көкшетаулық Оқжетпесті қабылдайды. Қостанайлықтар өздерінің ойындағы фаворит екенін іспен де дәлелдейді. Рамазан Оразов бірінші таймның соңында пенальтиден гол салып есеп ашса, екінші таймда Серікжан Мужиков ойындағы екінші және соңғы голды салып ойынның нүктесін қояды. Енді назарларыңызға Қазақстан чемпионатының 16-шы турынан кейінгі турнир кестесін ұсынамыз. Кестеде көшбасшы команда Ордабасы екінші келе жатқан Астанадан 3 ұпайға дейін ұзай түсті. Үшінші орында Ақтөбе, олар Астанадан 5 ұпайға қалып келеді, бірақ астаналықтар бір ойынға артық ойнаған. Ал турнир түбінде әзірге Каспий және Ақсу командалары. Бізді қарағандарыңызға көп рахмет, каналымызда келесі кездескенше сау болыңыздар.